Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен паста дайындайтын боламыз, яғни итальянский оңай жеңіл паста дайындаймыз. Өте дәмі керемет болып шығады екен және өте оп-оңай жасалу жолы. Осылай бізге ең алдымен саңырауқұлақ керек. Жақсылап жуып, сыртын осылай алып тастайтын боласыздар. Өздеріңіздің қалауыңызша ірі немесе жұқа етіп турап алсаңыздар болады. Мен ортасындағы жерін кішкене қырқып алдым. Егер сіздер қатты жақсы көрсеңіздер, көп қоссаңыздар болады. 3 немесе 4. Бұл саңырауқұлақтың пайдасы өте жақсы. Бұл саңырауқұлақтарды жеуге жарамды саңырауқұлақтары деп айтады, немесе өсімдік еті деп те айтады. Олардың құрамында 10-20% құрғақ заттан тұрады. 2-4% нәруыздан, 1% майдан құралады. Ол адам ағзасына пайдалы, қантты да және қышқылтым дәмді дәм беріп тұрады. Сол үшін тамаққа қосқанда өте керемет дәм береді. Сіздер де тамаққа немесе пиццаға да осы саңырауқұлақтарды пайдаланады. Міндетті түрде асқа қосар кезде сыртын алып тастаған жөн. Турап болғаннан соң жақсылап тамаққа қосып пісіріп аламыз. Қатты пісірудің қажеті жоқ. Осылай ең алдымен қызып тұрған қазанымызға қыхи майын құйып ерітіп жақсылап дайындап аламыз. Содан соң қызыған майымыздың үстіне жіңішке етіп туралған тауықтың төс етін салып қуырып аламыз. Орташа отта пісірген дұрыс. Қатты отта пісіретін болсаңыздар, сырты пісіп, ортасы піспей қалуы әбден мүмкін. Осылай жайлап пісіріп алатын боламыз. Толық тауықтың етін пісіріп алғаннан соң арасында тұз, бұрышымызды және де өзіңіздерге қажетті құрамына қосатын заттарымызды қосып алатын боламыз. 1 шай қасық тұзымызды қосып аламыз. Содан соң қара бұрышымызды қосып алатын боламыз. Барлық құрамдарын төменде описание бөлімінде жазып кететін боламын. Осылай алтын түске енген кезде тауығымыз толық пісіп қалатын болады. Сол кезде үстінен жақсылап араластырып, сливкемізді қосатын боламыз. Жақсылап толық пісуі қажет. Сол кезде тамағымыздың дәмі өте керемет болып шығатын болады. Тауықтың етін толық пісіріп алған соң жаңағы турап қойған саңырауқұлақтарымызды да қосып, кішкене қуырып пісіріп алатын боламыз. Одан сайын дәміне дәм қосып, пастамыз әдемі болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Содан соң бізде арнайы шпинаттан жасалған макаронымыз бар. Пісіп алған тауық еті мен саңырауқұлағымызға міндетті түрде жаңағы макаронымыздың суын құйып аламыз. 1 ожаудай, немесе құрғақ немесе сұйықтығына қарай 2 ожау құйып алсаңыздар да болады. Сливкидің міндетті түрде 20 немесе 24% болуы қажет. Сол кезде одан сайын дәмді әрі тәтті болып шығады. Егер сіздер шпинаттан жасалған макарон таппасаңыздар, жай ғана қарапайым макаронмен жасасаңыздар да болады. Дәмі өзгермейді. Макаронымыз пісіп шыққаннан соң міндетті түрде мұз қосылған немесе мұздай суға салып алатын боламыз. Содан соң дайын болған жаңағы тауық етінің үстіне салып, араластырып, бұқтырып қоятын боламыз. Бұқтырған кезде 15 немесе 20 минутқа бұқтырып қойсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болады. Сіздерге ас болсын, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Қазіргі таңда мен әлі монетаға шыққан жоқпын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды.